қазақшаға аударылып бар, мен арнама салып отырмын достар. Сондықтан хейт етудің қажеті жоқ. Одан лайк бас, арнама тіркел және осы видеоның соңына дейін көр. Ебать, чё за набор, чё за цаца, я хуею просто. Енді осы набор достар, қыздар шешпей ойнайтын шығар осы наборды. Бір қызға тек бұл, бір ғана қызға емес, осында керемет набор жаздық сіздерге жасаған. Білесіз достар, оға да осындай набор шығарайын деп жатыр. Қазір сіздерге осы видеода көрсететін боламын достар. База жоқ, қыздың наборын қараңыздаршы. Ема, қалай жасалған мына қыздың наборы. Мынау енді ұлдың наборы достар, қараңыздар, қандай бомбический. Еба, Гарена, респект сендерге. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Мако достар. Тамам, жаман қарып отыр достар, мен білмейміз. Достар, бүгінгі видеода бізде өте ерекше, керемет, мега топовый бомбический видео ойнап тұр. Яғни не видесеңіздер, Free Fire ойындағы алда уақытта шығатын керемет заттар және халяваларды осы видеода көрсететін боламыз достар. Бұл видео басталмас бұрын өздеріңіздің керім лайктарыңызды басып, арнама тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаймыз. Сонда менің осындай қызықты видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Екі топымен сөйлеп отырсың. Короче, достар, видео басталмас бұрын сіздерге шағына мини жарнама айтқым келіп тұр. Яғни не жарнама десеңіздер, біздің досымыз екеуміздің дамытып келе жатқан гильдиямыз бар. Яғни ол гильдияның аты біреулеріңіз білсе, біреулеріңіз білмес. Number one дейтін гильдия достар. Короче, біздің number one гильдиясына балдар қыздар керек. СНС проверкадан өтесіңдер және сол арқылы кіре аласыздар достар. Бізде не бар достар? Бізде апта сайын тренировка, қызықты күнде онлайн көріп тұрғандарыңызда барлығы в сети, барлығы онлайн 2 сағат 3 сағат бұрын кірген. Короче, актив бешеный енді. Біз Зарубаға шығамыз, КВ-ларға шығамыз. Бізде бәрі күшті 4-ші уровень. 1.300.000 очкомыз бар достар. Қазіргі таңда мен дейтін гильдияларға қарсы шығып, оларды ұтып жүрген жайымыз бар достар. Біздің лидерка Белла, өте керемет. Егер достар кімде біздің гильдияға кіргісі келсе, осы видеоның астында описанияда бір баланың ссылкасы тұрады, соған жазамыз, проверка өтеміз, компта өздерінен. Давайте, мен сендерді күтемін, СНС игроктар, қыздар, балдар, короче, number one гильдиясына келдер. Ал достар, Маку қандай заттарды көрсет десеңіздер, let's go. Маку Pictures, Atius. Ал достар, қандай заттар шығады деп ойлап отқан шығарсыздар. Алдағы уақытта осындай керемет катана шығады. Бұл катананың ерекшелігі, яғни алтын түстес. Өте керемет катана Серанабой дейтін. Бізде бір не шыққан болатын білесіздер. Бүгін персонаж тегін берген. Міне осындай катана достар, алтын катана, осындай адамдарды қырасыздар. Бұл видеоның качествосы достар онша емес болуы мүмкін. Бұл осы катананы қалай түсіреміз десеңіздер, басқа регионда осындай катана және Векторға және Томпсонға осындай бір события шыққан. Сіздер осылай ашасыздар да осыларды түсіре аласыздар. Қараңыздар, Векторға скин, Суперстар дейтін және Кобра дейтін катананың скины және Томпсонға скин. Осы үш скинді сіздер достар осындай событиядан түсіре аласыздар достар. Егер де алмаздарыңыз болса, құрпаңыздар Векторға. Вектор сіздерге өте қатты қажет деп ойлаймыз. Әжемшек болсаңыздар да болмасаңыздар да катана өте керемет. Олдыс кеп қалатын секілді, өткені көбісі алмай тұсыр. Алтын катана өте керемет. Мына адам осы катананы алайын деп жатыр. Міне алды достар, өте керемет катана және Томпсонға скин. Бұл үш оружияға скин, легендарный скиндер. Қандай легендарный болғанда да базар жоқ скиндер. Одан кейін достар, осындай бізде жақындарда алмазный джекпот шығады делінген. Бұл шын ба өтірік па, комментарияға жазып кетіңіздер. Және осындай керемет огненный катанаға скин шығайын деп жатыр. Бұл өте керемет катана, маған қатты ұнады. Бұл қалай шығатын білмеймін достар, алдағы уақытта шығады. Одан бөлек тағы да достар керемет стенка шығайын деп жатыр. Бұл да қызыл стенка. Бір білмеймін, мүйізі бар шайтан сурет тұрған сияқты ортасында. Маған еле көріне ма солай білмеймін достар. Сіздер ойларың жазып кетіңіздер. Бұл ненің суреті достар? Монстр ма или шайтан ба білмеймін достар. Бірде мен суретін қойып қойыпты. Гарена өздерінің ритмдарында, короче. Және достар, алдағы уақытта бізде лобби өзгеретін болады. Сол лоббиді сіздердің алдарыңызға қазақ ютубында алғаш өте канас көрсетіп жатыр. Осы үшін достар, міндетті түрде лайк басамыз, арнаға тіркелеміз. Бұл достар менің ойымша Free Fire Max болу мүмкін, немесе алдағы уақытта шығатын біздің обновленный Free Fire достар. Көріп тұрғандарыңызда бұл жерде лоббиді біздер қозғалта аламыз. Және склад, оружейный склад біздің артымызда тұр. Ол қандай болып өзгергенін қазір көресіздер, шок боласыздар достар. Міне достар, сіздер осылай оружияларыңызды алмастырасыздар, бүйтіп апарасыздар.
бүйтіп қоясыздар. Короче, скиндерді осылай тағатын боласыздар. Өте керемет, маған қатты ұнады. Сіздерге ұнады ма, ұнаған жоқ па? Комментарияға өздеріңіздің ойларыңызды жазуды ұмытпаймыз. Одан кейін достар, осындай бізде ұлға кереметтей кобраның енді базар жоқ еді, керемет скин шығайын деп жатыр. Азамның бас сияқты озеро достар. Ал бұл жерде не көріп тұрық? Бұл жерде біздер жасыл киім үстіне киетін және достар. Опа, бетінде татуировкасы бар, прикиньте достар. Басында татуировкасы бар. Үстінде алтын, жан жағында еба жылан орап алған еше, прикиньте. Ема достар, мынадай наборды бірінші рет көруім мен достар. Free Fire'да бұндай набор бірінші рет шығайын деп тұр. Бұл кобра, бұл менің ойымша бірандай қылмыскер адам сияқты, бай наркотик сататыншы деп жүреді, алтындарын тағып. Сондайға ұқсайды. Базар жоқ, енді маған қатты ұнады. Ал енді достар, қыздарға да көшейік. Менің арнамды қыздар да қарайды. Қыздарға да осындай кереметтей бомбический енді топовый, білмеймін енді қалай айту керек екен, осындай набор шығайын деп жатыр. Маған қатты ұнады. Неге десеңіздер, жасыл түсі өте керемет, жасыл сары араласқан, өте керемет, маған қатты ұнады. Білмеймін енді, бір көргеннен осы киімдерге ғашық болып қалдым десем де болады. Бұл жерде не көріп тұрық? Аяқ киімі бар, жасыл қызыл типа арбузный. Бұл енді достар жаз келе жатқасын, алдағы уақытта жазда шығу әбден мүмкін, немесе наурыз айларында. Сондықтан міндетті түрде күтеміз. Бұл енді бомбический, тек қана қызға емес достар, ұлға да осындай набор шығарайын деп жатыр. Қараңыздар достар. Ауф қой ержі. Керемет қой. Маған қатты ұнады. Білмеймін, осындай жасыл сары түстерге басым кетеді достар, өте керемет жасалған. Яғни жағажайдық стилде. Қалай сіздерге ұнады ма, ұнаған жоқ па? Өздеріңіздің ойларыңызды міндетті түрде комментарияға жазыңыздар. Барлықтарыңыздың ойларыңызды оқып, барлықтарыңызға лайк басамыз достар. Осы видео топқа шығу үшін көп лайк, көп жаңағы комментарий жазып кетіңіздер. Одан кейін достар, осындай тағы да 91 скиден ба керемет, енді маған қатты ұнады. Өте стильный киім шығайын деп жатыр. Енді бұл сетпен ойнасаңыздар, бүкіл Free Fire'дағы 09-08-2010 жылы қыздар енді сіздерге басы кететін болады, короче. Осы наборды міндетті түрде алып алыңыздар. Параларыңыз сындырасыздар осы набормен. Короче, шашын көріп тұрғандарыңыздай, шашы бомбический енді керемет. Мықты жасалған шашы маған қатты ұнады. Және очки да өте керемет енді. Әдемі үйлесі қалыпты мына персонажға, базар жоқ. Шалбар да өте, шалбар ма, не дейді бұны? Басқа аяқты сым дейді, басқа аяқты бот дейді, короче. Шалбар деп айта берейін, ботына киетін, короче. Өте керемет, қазіргі заман талабына сай жасалған. Енді аяқ киімі білмеймін, қолпылдаватыр, галош киіп алған сияқты. Ал үстіне келетін болсақ, үстіне керемет. Білесіздер достар, біздің ойында осындай қара не шыққан болатын, жаңағы рюкзак. Ал енді Гарена оның түсін өзгертіп, енді басқаларға ұнамағасын осындай ақ түстес қылып, керемет қылып шығарайын деп жатыр. Және бұның размерін кішірейтейін деп жатыр. Алда уақытта шығатын болады. Одан кейін осындай ұлға да, қызға да киілетін бандана шығайын деп жатыр. Бұл бандананың ерекшелігі, бұл менің білуімше достар, пополнение немесе бір бізге халява ретінде тегін береді. Енді базар әлі достар, мен сіздерге көрсететін жаңалықты осындай видеолар менде көп достар сіздерге көрсететін. Егер де достар осы видеода 5000 лайк жиналса, мен осы видеоны жалғасын түсіретін болам. Ал қазір осы видеоны енді аяқталды, ұзақ болып кетпесін деп. Осы видео сіздерге ұнаса, міндетті түрде керім лайктарыңызды басыңыздар, арнама тіркеліңіздер, колокольчикті басыңыздар. Давайте достар, подписаться дейтін қызыл кнопканы сындырып тастайық. Жанынан шыққан қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің видеомды жібермейтін боласыздар достар. Және 5000 лайктан кейін осындай жаңалықтық видеолардың екінші бөлімі шығатын болады. Сондықтан 5000 лайкты басамыз, достарымызбен бөлісеміз. Сіздермен болған мен әдеттегідей Мако достар. Осындай қызықты да керемет видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар. Йоу, атиюс.